Ұлттың ұйытқысы ұлттық спорт күнін жетісу жұртшылығы жайдары қарсы алуда. Талдықорған қаласының орталық атшабарында жамбы ату, бәйге, көкпар сынды дүбірлі ойындар ұйымдастырылуда. Ендеше әр спорт түрімен жеке дара танысайық. Мына бір бұрышта ұлттық ойын түрлерінің заманауи үлгісі көрсетілген. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Мұнда жаңағы байқап қалдым, робо арқан тартыс, асық атып жатыр екен балалар. Түсіндіре кетсін. Мұнда қалатын ұлттық ойындары мен соның ішінде арқан тартыс және асық ату ойыны, бірақ бізде өзгеше, яғни роботтардың көмегімен балалар өздері құрастырған роботтардың, яғни асық атқызып, арқан тартыс. Балалар өздері құрап алған, роботтар өздері бағдарламасын жазып. Өте керемет. Есімің кім сен? Кел аға бер. Есімің? Нұрислам. Нұрислам. Сенің роботың ба? Мынау алайықшы. Иә. Болады ғой, сенің роботың ба? Иә. Арнайы асық ату үшін құрастырдың ба? Иә. Өте керемет. Жалпы қызығасың ба өзің асық атуға? Иә, бұл өте қызық және де бұл өзіміздің ұлттық ойынымыз. Өте керемет. Сен өмірде былай асықпен ойнайсың ба? Иә, достармен ойнаймын. Ал робот арқылы қалай ойнайсың? Көрсетші бізге. Бұл жердегі роботта сенсор бар болады. Міне, бұл жердегі программа, арнайы программа. Қоссақ, алдыға жүреді де асықты орналасқан жерін іздеп тауып атады. Өзі тауып ала ма? Сенсор бар және камера бар арқылы тауып алады. Талаптарыңа нұр жаусын дейіктер. Жарайсыңдар. Өзің құрастырдың ба роботты? Иә. Өте керемет. Сәл қалды. Жаңа ғана жеңіске жеткен палуанымыз, есіміңіз? Сайлаубай Ақтілек. Бұрыннан қатысасыздар ма? Иә, қатысқанға 2 жыл болды. Жалпы қалай дайындаласыз? Дайындық жақсы бізде. Сборлар бар жарыстың алдында. Мүмкін 20 күн бұрын сбор өтеміз. Ұлттық спорт жақсы, негізі бала кезден айналыстым. Барлық ауылдың жастары, қалған балалары осындай спортқа келіп, еліміздің намысын қорғаса өте жақсы болар. Сәттілік тілейміз. Білекті барыстарым, жүректі арыстарым, сұлатқан жау дұшпаным, құлатқан нағызғаным, қазаққа рух береді. Бүгінгі дүбірлі ойынға 80 жастағы атамыз соны Семейден ат терлетіп келдіңіз. Иә, Семей өңірінен бұрын Шығыс Қазақстанда болғанбыз, қазір Семей өңірінен арнайы кеше түнделетіп осы жерде осы мына салтанатты көрейін, үлкен қызықты думан деп келдім. Әлемдік деңгейге шыққан қазақтың қазақ екенін, оның ұлттық ойындардың өте керемет шебер екенін, мынау қыз қуу, жеңге алу, жамбы ату, аударыспақ, жаңағы аталық көкпарым, бұл қазақтың атам заманда әскер ұстамаған, әскерді осының ойындармен дайындап шыңдап, жаңағы осыншама жерді әлемде 9-шы орында отырған қазақ даласын біз арнайы сол осындай ұлттық ойындардың арқасында қорғап қалдық. Үлкен рахмет ата. Ғасыр жасаңыз ата. Рахмет.